1, 2, 3. Сәлем! Әдемі каналына қош келдің. Біз бүгін Түркістанға жол жүріп бара жатырмыз. Кеттік. Түркістан. Сырма қайтатсың. Илигай, идеальный сырма. Жана, бізге подарок алып келді. Илигай. Рахмет. Анау мынандай пал. Яғни пикник пал тік. Әдемі саған. Рахмет. Бәрін ойлап жүреді. Біз самолетқа отырдық, әрең үлгердік. Біз, представьте, 10 минуттың ішінде доехали до аэропорта, точнее. И 5 минутта кіріп, тез самолетқа кіріп кеттік. И самое главное, біз үлгердік. Яночка. Бізге сәттілік. Біз Түркістанға жеттік. Я спала без. Всем вместе говорим привет! Привет! Давай спала. Жоқ. Рахмет, сау болыңыздар. Бәрін тобылып бармағамыз ғой қазақстан үшін. Біреу бар, я. Айым қараш. Күшті алып тұрсың. У меня 3% на весь полет хотела. Отандық туризмді дамытамыз. Түркістан қаласы үлкен тарихи орындардың бірі болғанымен қатар әдемі туристерге үлкен мүмкіндік қыдырып келуге әдемі ойластырылған қалалардың бірі болып есептеледі. Біз Түркістанға отбасымызбен қонаққа келдік. Караван сарайды толық аралап, қарап, демала отырып сіздермен таныстыратын боламыз. Біз Түркістандамыз. Бізді күшті қарсы алып жатыр, қараңыздар. Караван сарай, рахмет. Как будто менің блогым емес, мамам блог жасап. Рахмет. Уа, қандай ыстық. Дубай болып тұр, оны жоқ? Вау. Mustafa mı? Sıksa? Mr. Mustafa. Entertainment менеджер Караван Сарая полностью. Қаласыңдар, Mustafa ағай. Мустафа Ага, это вот он нас пригласил всех. Вот. Караван сарай отель. Біз ішіне кірдік, іші осындай күшті екен. Осындай интерьер. Прям шетелдегідей жүріп қой. А мына жақта сразу выход караван сарайына. Красота. Здесь. А это вот сам весь комплекс большой. Получается, здесь озеро, сам канал. Завтра пойдет сюда флайн-театр, детский мир тут большой очень и шопинг-аллея. А мы сейчас в гостинице и будем шоу смотреть. 3 күн бойы осы жерде боламыз, достар. Біздің терраса осындай өте әдемі. Бүгін біз демалатын боламыз. Ертеңнен бастап біз осының барлығына экскурсия үшін қарап сөйтіп жүреміз. Қазір сразу номердің ішін көрсетіп алайын. А то қазір шашып кетсе бітті, не очень болады. Стандарт номер. О, уже жатыр ғой, Риман. Чё, как? Капец, нам Нуриман и Раймбек ұйықтайтын комната. Ашылды. Еще балкон. Офигеть! Бұндай негізінде жоқ точно. Это люкс. Стандарт люкс. Это Стандарт да. люкс Да. называется. И еще, получается, наверху там, получается, Premium Family Duplex Люкс. Мынау люкс болып тұр ғой. Air Max Pro. Это стандарт люкс. Күшті я. Күшті. Шетелден артық қой. Стандарт люкс это лучше, чем стандарт, да? Да. Басында. Вот, это вообще мощно. Да.
біз айым әдемі, аяру әдемі кішімізгі. Люкс. Я вот эту комнату сам не видел. Посмотрите. Заодно, да. Сюда в стандарт люкс поселяют. Давайте посмотрим люкс. Көріп қалыңыз. Ба-ба-ба-бау. Мне кажется, такой. Ой, екі этаж. Біз арасында шетелде көрмегенбіз. Вау. Офигеть. Екі этаж. Офигеть. Күшті. Я такого впервые вижу в жизни. Мама, рахмет. Это джекпот. Это джекпот. Египетке бару үшін 7 сағат ұшып барасың кеше андай авиакомпания. Вот, пожалуйста, Египеттен артық қой мынауың. Жүрме кетейік, штаж берейік. Ана Уборная. көрген жоқ қой. Караван сарай. Түркістан қаласында караван сарайдың люкс номерінде орналасып. Караван сарайға қош келдіңіз. Рахмет. Мынаны көру керек, көру керек. Классно. Мынандай шетелде жоқ қой даже. Бар ғой, просто біз бармағанбыз. Она не это обычная квартира. Квартира кәдімгі коттедж сияқты. Еще мына екінші Вот, сарай. пожалуйста, Вау. хош. Ваннасы, джакузи. Спасы бар. Кстати, осы жаққа стандарт номер алсаңыздар, келген адамдарға детская площадка. Білмеймін, зона отдыха ма, пожалуйста, барлығы тегін. Еще второй санузел. Шикарно. Шик-шик. Вай-вай. Қараңыздар, не деген дизайн. Күшті. Нам вечером, получается, если не ошибаюсь, вот там стулья приготовят. Жақсы демалыңыз. Рахмет. 9-ға Қыз-Жібекке келеміз. Да? Екі этажды отель. Екі этажды отель. 2 этажда номер. Ой, номер, точнее. Номер. Номер екі этажды. Пентхаус называется. Пентхаус, я как пентхаус. Я такого шетелде көрмедім, мен де қызғанып Мына көргенмін. жерде мынаған даже біз бәріміз сиятын қой, иә, жетеумізді сиятын. Нет, сумма. Бірақ жоқ сен, ладно. Жетеумізге 3 номерлік караван сарай, рахмет, Мұстафа. Жақсы кісілер екен, иә? Блогерлерге бізге осындай қонақ болып жатыр. Бүкіл ел білсін, халық білсін деген оймен ақпарат таратамыз, бұйырса амандық болса. Біз заттарды номерге қалдырып, қазір Түркістанда тұратын туыстарымызға бір соғып кіріп шығамыз. Это вот такой вот казахский вайб. Манты жеп, тамақ ішіп, кішкене сөйлесіп отырып, сөйтіп қайтып келетін болатын шығармыз. Келеміз, точнее. Біз Жибаның ойбай үйіне келдік. Это мой дом. Добро пожаловать. Добро пожаловать. У тебя есть кошка, Жиба? Ойбай, мына апның түрін қараңдар. Покажи. Ойбай, сәлематсыз ба? О, қандай күшті стол. Вау. Алтындарым менің. Қалайсыз? Алған жоқ. Кеткен шаферім. Жаным. Менің. Біздің әже. Мен түсіріп жатсың ба? Не деген вайб мынау? Блогерларға келдіңіз ғой, блогерлар. Күшті болып тұр оны жақ. Үші күшті. Мен айттым, иә, мамам Красота. Ой. тілек айтқан мамасына тілек айтамыз ғой. Келген ғой жаңа туған күні. Жаңағы екінші кісі кім болды? Құдағи қызметте. Құдағи екеуміз қызметте болсын. Құдағиға янсылар тұрған. Ондай жоқ. Жақсы сол, иә? Араласа берем. Ондай құдағидан айналмайсың ба? Мөлдірді 5 бала туды деп ойлайсыңдар ма? Айтыңдаршы деп қоятын. Қандай жап-жас. Бір қызымдай. I am the best at pick me. Короче, айымна үстіне көтеріліп кетті, сарайдың үстіне. И екеуі
өрік жинап жатыр. Қайырлы таң. Good morning. Good morning. Біз ұйқыдан тұрдық, бәріміз қатып ұйықтағанбыз ғой. Сағат 9:30 болды. Қазір завтракқа барамыз. Заслуженный отдых деген болса, біздің әдемі айырым бәрі өзінше тыпырлап жатыр, жібек бәрі әрбір өзінше ақша тауып жатыр, жұмыс істеп жатыр, дамып жатыр, курстар қылып жатыр, спортқа барып жатыр. Бәріміз шаршап, бүгін келдік та. Түркістан вовремя келді бізге. Иә, вовремя келді. Өте ризамын. Бәрін тыпырлап жатсыңдар, ешкім ерігіп жүрген жоқ. Иә. Ерігіп жүрген ешкім жоқ. Не дейсің, Айру? Я тоже отекший. Тамақ іштік қой түнде. Түріміз деген бүт қалу. Көзім еда кішкентай, көзім еще кішкентай болып кетті. Короче, кеттік біз завтракқа. Кереге. Доброе утро. Доброе. Қайырлы таң. Ой. Саламатсыз ба? Не деген. Чебуреки. Мен чебуреки бір жеп тұрмын. Завтракқа қоятын. Ал чебуреки жейміз. Қарбыздар көпте де қоймайды. Көп жерде қоймайды. Қайсы? Онда сосын обед ішіп Завтрак, обед. Всем привет! Я взяла, смотрите. Очень мало чего, потому что я еще кушать не хочу. И ем әдем олар тамақ алып жатыр, сосын көрсетеміз. Капец, мен отекпен тұрдым ғой, кеше түнде тамақ жеп. Сосын. А, вот я ем. Скажите hello. Hello. Да. Диванчик, давайте. Менің завтрагым завтрак емес, мен завтрагым обед сияқты тұр ғой. Манты, чебуреки, там сосиски, рыба. Вот жұрттың завтрактары. Мамада вообще только манная каша. Да, мам? Маманікі еще йогурт. Манная каша и йогурт. Менің завтрагым обед сияқты деп жатырмын. Біз қазір таңғы астан шығып, завтрактен шығып, сиқырлы керуен деген жерге баратырмыз. Как ты, Рако? Күшті отсың ғой? Осындай гольф-кар. Апаратын точкаға апарып тастайды. Потому что күн ыстық. Сиқырлы керуен. Вау. О чем? Ойының несі қандай? Нужно, короче, аяқты басуға, короче. Жоқ. Мен андай фишка ойнағам. Егер сіз тоже фишка ойнасаңыз, онда тоже комментарий жазып кетіңіз. Ауылда не ойнадыңыз, соны жазып кетіңдер. Мы будем лайкать и андай история жасап қоямыз. Не ғой ол резинка? Да. Резинка ғой. Мен де ойнағам резинканы. Әже бұрын не істеп беретін, колготкиді жасап беретін еще. Өзінің колготкаларын жыртып. Достар, домалақпастар. Давайте, мы не прощаемся. Давайте подписываемся на канал, ставим колокольчики, лайкаем, комментарии. Ауылда не ойнадыңдар, соның бәрін жазып кетіңдер. Біз әдемі лайк етеді, өтірік айта береді. Өтірік айтпаймын, шын айтамын. Я почему? Эш. Ребята, чтобы узнать, что будет дальше, сперва нужно... Влад, А4 үйреніп алғансың ғой. Ребята, чтобы узнать, что будет дальше, нужно подписаться, колокольчики и комментарии обязательно. Не забудь, даю тебе 5 минут. Ай, молодец, продолжаем. Вот, вы подписались, теперь біз баға кірдік, видите? Вы узнали. Мәм, спортзал бар екен. Техноджим. Мы без кірдік. Мы без кірдік. Біз киініп алып, халатты киіп алып, қазір массаж, спа, хамам. Не бар тағы да? Финская сауна дейма, неше түрліге кіреміз.
іші, в общем, бізге ұнап жатыр. Знаете, что, короче, без спадан шықтық. И, собственно, такие мы пошли вниз, там, за карты, там, покушать, да, десерт. И потом мы пошли в номер, и Адема говорит то, что она забыла камеру, там, спада. И потом Аи меня бросила, и я одна пошла. Енді қазір мен осы камерамен номерға барып душқа түсіп, Адема қыз кетіреді бізмен түсіріп, сосын будем концерт смотреть. Одан кейін біз ужинға барып, тамақ ішіп келеміз. Спаға барып келдік екеуміз. Қазір кішкене боянып алып, енді жұмысымызды, так скажем, бастаймыз. Айым сразу қастан бастайды, ал мен болсам сразу тоннан бастаймын. Сол үшін менде увлажнение лица, айымда болса Бровейные уложения. Біз қазір одновременно TikTok түсіріп жатырмыз и одновременно YouTube-қа. И на жерде Айым, короче, тоже TikTok түсіріп жатыр. Біз боянып жатырмыз. Өстіп қазір. Сен не істеп жатсың, айтшы. Мен қазір вот консилер засыхать еткенше күтем, а пока что контур делаю. Вот так вот у нее лайфхак у нее есть. Мен почти бұл қалдым, тек көзімді ғана бояу керек. Болды. Готово! Мен, кстати, боянған кезде мен кірпіктерімді бөлмеде наращивание, соны кішкене тушпен бояп жіберем. Өйткені боянған кезде менде тоналка, анау кірпікке жағылып қалады да. И потом андай не болып тұрады. Некрасиво смотрится. Сол үшін кішкене цветін беру үшін мен өстіп тушпен бояп жіберем. Сосын астын обязательно нижние ресницы тушпен обязательно. Айым, не істеп жатсың? Что снимаешь? Мен почти болып қалдым. И то. Мен негізі маманы бояндырам деп келгем ғой. Мама ерініп тұр. Прикиньте, мен бояндырам да, бірақ мама ерініп тұр. Сосын, ну ладно дедім, маған жақсы деп. Мама өйстіп күшті етіп образын тауып алды да. Қазір очки кетіп басына. Ой, бетіне, көзіне. Соен болды, красотка болып шығады. Шүкір Аллах. Иә. Менде жай Total Black. А менде қандай black? Сізде разноцветный. Black. Едем в соседнее село. Едем на горите. Бізді қазір Алтын Самұрық деген здание ішінде ұшатын театр, Flying театр. Соған алып келе жатыр. Посмотрим, что будет. Бірақ бізге әйтеуір күшті реклама жасады. Просто бұндай Евразияда біреу ғана Flying театр деп қазір көреміз да, Яру? Е халама, не халма. Өтірік айтамын, достар, біз Алтын Самұрық емес, біз қазір басқа локацияға бара жатырмыз. Білмеймін, осы кісінің арттарын жүріп бара жатырмыз. Қайда баратырмыз? Қайда? Эшменеш. Давай. Мадина, вам так идет. Біз өзімізге орамал алдық. Айару, хотя бұл қазір тілін шығармаш, бажық. Біз өзімізге орамал алдық. Мен қоңыр түсін, Айым розовый, Айару голубой. Ой, голубой? Белый. Белый екен ғой. В общем, қараңыздар, қалай күшті етіп тастаған ауласын. Ағаш.
байқадың ба? иә көріп тұрмын. Жаңа ішіне кіріп шықтық. Алла тағала ниетімізді қабыл етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әр шаңырақтан шаттық, қуаныш болсын. Жүректеріңізге тыныштық, махаббат тілейміз. Мы едем обратно. Экскурсия. Кезең бойынша Нағыр таңбалы тас үңгірінің өзінің макеттері, әрине бізде имитация. Мен қазір телефонымды зарядкаға қойып, сосын тикток түсіріп, әдемі мамаға барамын, себебі қазір шоу фонтаны басталады. Одан кейін ужинға, бірақ мен тамақ жемеймін, себебі мен үлкен бургер жеп қойдым да обедке. Сосын тойып қалдым. И әлі қарным ашпады. Сол үшін қарным тоқ болып тұр да, сол үшін жемеймін тамақты. Біз күні бойы караван-сарайда қыдырып сөйтіп жүрдік. Енді қазір фонтан қарайтын боламыз. Осындай жерде бізге VIP орын берді. Қазір осы жерде отырып, қазір фонтан қарайтын боламыз. Рако, саған ұнап жатыр ма? Айтшы маған. Я знаю, мне хочется телефон. Телефон. Қазір саған берем. Жаңа ғана Тамирис шоуын көрдік. Енді қазір мына жерде бізде съемка. Мамадан жаңа ғана интервью алды. Ал мына жерде кісілер фотоға түсуге күтіп тұр. Вот такая вот звездная жизнь. Біз астанаға қайтып бара жатырмыз. Туркестан, рахмет. Чтобы увидеть следующее видео, нужно подписаться, лайкнуть и колокольчик. Пока! Ой-ой-ой.